Биыл халықаралық және республикалық деңгейдегі білім сайыстарында батыс қазақстандық оқушылар табысты еселей түсті. Жыл басынан бері түрлі жарыстарға қатысқан 82 бала үздіктер қатарынан көрінген. Бүгін мереке қарсаңында облыс әкімі Ғали Есқалиев дарынды өрендерді қабылдап, алғыс хаттармен марапаттады. Жыл сайын өңірдің талантты, дарынды оқушылары халықаралық және республикалық додаларда жүлделі орындарға ие болып, облыс мерейін асқақтатып келеді. Солардың бірі Әли Үмбетәлі. Облыстық дарынды балаларға арналған Абай атындағы мамандандырылған мектеп гимназиясының 11 сынып оқушысы республикалық олимпиадада олжалы оралып, бас бәйгені қанжығалап қайтты. Республикалық пәндік олимпиаданың құқық пәнінен бірінші орын иегері атандым. Алдағы уақытта тынбай, елімнің жарқын болашағы үшін өз үлесімді қосуға дайынмын. Маған өзіміздің еліміздегі шынайы демократиялық құқықтық мемлекет орнағанын қалаймын, және де халықтың құқықтық сауаттылығын арттырғым келеді. Кездесуге жиналған өрендердің барлығы түрлі білім сайыстарының жүлдегерлері. Бірі ғылым атасы математиканы жанына серік етсе, бірі ғарыш саласын меңгеріп жүр. Бірақ бәрінің мақсаты бір: ел үшін қызмет ету. Ой еркіндік, құным немен өлшенді, сені көксеп боздақтар өлсөлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр тәнімді сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Тереңдетілген бағытты еңсеретін оқушылар өңірде көп. Тек осы жылдың өзінде батыс қазақстандық 82 оқушы түрлі деңгейдегі олимпиадалардан жүлделі орын алған. Бұл оқушылармен қатар мектептердің де рейтингіне оң әсер етеді. Ауыл оқушылардың сапалы білім алу деңгейін арттыру үшін әрине өте жақсы біздің елдің кәсіпкерлері бастамасы. Айқанат қоры бойынша біздің облысымыз үздік аймақтардың қатарында. Жылдың ішінде 39 оқушымыз сол мектепке, Айқанат мектебіне қабылданды. Үздік команда номинация бойынша жеңімпаз болып танылды. Біздің балдарымыз ел үміті бастамасы бар. Тағы басқа жақсы ұлттық зияткерлік олимпиадамыздан көп балдарымыз өтуде. Сондықтан оның барлығы әрине үлкен жетістік ел. Шара барысында оқушылар облыс әкіміне ұсыныстарын жолдап, өз жоспарларымен бөлісті. Сондай-ақ білімді өрендер өңір басшысының атынан арнайы алғыс хаттармен марапатталды. Айта кетейік, бүгінде өңірде 114 мыңға жуық оқушы білім алуда. Ал балалардың алаңсыз білім алып, емін-еркін өсу үшін барлық жағдай жасалған. Гүлсара Мұрат, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.